баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай әрі тез жасалатын лагман сресам жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: мына жерде менде 2 стакан күріш, 200 граммдай ет, болгарский перец, сәбіз, жуа, 2 штук чеснок. Мына жерде мен өзіме керегін ғана алдым. Сіздерге қанша керек болады, сонша алып істей бересіздер. Біз ең алдымен етімізді турап тастаймыз. Етімізді осылай жұқа қылып, соломка қылып турап аламыз. Енді жуан тоғымыз. Жуанды осылайынан жіңішке қылып турап аламыз. Полукольцами турап аламыз. Болгарский перецтерімізді осылайынан соломка етіп турап аламыз. Сәбізді мен осылай теркадан өткеретін боламын, чтобы тез пісу үшін. Өйткені сәбіз бізде ең көп уақыт алатын осы сәбіз болады. Сол үшін мен бұны теркадан өткеретін боламын. Енді сіздер қалай өздеріңіздің уақыттарыңызды үнемдеп, өздеріңіздің шамаларыңызға қарай істей бересіздер. Суымызды алдын ала осылай қайнатып дайындап аламыз. Тұз салып, кішкене күрішімізді жабыстыру үшін кішкене азғантай майда салып жібереміз, сұйық майда. Сол кезде күрішіміз жабыспай әдемі болып піседі. Енді күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Осылай тазартып жуып алдық. Енді суымызға салып, суымызға салып қоямыз. Күрішімізді суымызға салдық. Енді где-то 10-15 минутта дайын болады. Оған дейін біз етімізді қуырып, пісіріп ала береміз. Майымыз кішкене қызғаннан кейін етімізді салып, қуырып ала береміз. Енді мына жерде мен ет қазір қызады. Вот уже қызып бастады. Тұзымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Етімізді осылай жақсылап қызартып қуырып аламыз. Жуанымызды салып, және Жуанымызды жақсылап қызартып
буырып аламыз. Осылайынан буырғап. Міне осылай жуамызды жақсылап қуырып алдық. Енді сәбізімізді саламыз. Жақсылап бұны да бір араластырамыз да үстінен перецімізді салып жібереміз. Енді осылай помидор салатын боламын. Сіз помидор болса помидор, немесе томат салсаңыз да болады. Маған осылай помидормен істеген. Мен барлығын осылай салып алдым. Газымыздың астын пәсетіреміз. Осылайынан енді үстінен 2 чесногымызды осылай щеткадан өткеріп салатын боламыз. Неге бұлай десеңіз, өйткені помидорымыздың, сәбізіміздің, переціміздің барлығының өзінің суы шығып, әдемі болып етке сіңеді. Сол кезде етіміз сондай сочный, жұмсақ болады. Енді осылай газымыздың астын пәс қылып 5 минутқа аузын жауып қоямыз. Міне жақсылап өзінің соғы шыққанша 5 минуттай қойып алдық. Енді су құйып 15-20 минуттай піскенше жақсылап қайнатып алатын боламыз. Өте қатты емес, орташа, газымызды орташа қылып пісіріп аламыз. Міне біздің лагман сырисам дайын болды. Өте оңай, әрі тез жасалады. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Және де